Ассалаумағалейкум достар, ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Мен бүгін сіздерге жеміс талдарды қалай дұрыс суғару керектігі жөнінде айтамын. Одан алдын сіздер Жомарт бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, қоңыраушаны басып, тіркеліп кетіңіздер ағайындар. Қазақша арнаға қолдау білдіріп отырайық. Су біздерге водопроводтан келіп тұр, мінекей. Бұрын шлангымен суғарған кезде әр талға шлангыны сүйреп жүріп суғаратын болса, оған көп уақытың кетеді. Сосын шлангының түбіне қойып, оны кішкене қарай алмай қалсаң, су далаға ағып кетіп ысырап болады. Сосын су бірден толғаннан кейін ол астына ызғарып бармай қалады. Сондай мәселелер туындаған бұрын. Әрі уақытың көп кетеді, әрі көп су шығын болады, ысырап болады. Оны сондай мәселелерді туындаған бізде. Соны ойлана келе жан-жақтан ізденіп, осындай пластик трубалардан тартып суғаруды ұйғардық. Капельный полив деп айтады бұны. Бірақ бұның өзінің шлангілері болады екен, жұмсақ тартатын. Ол біздің мына Маңғыстаудың ауа райына дұрыс келмейтін шығар, ол еріп кететін шығар. Сосын біз мына пластик трубадан тартуды ұйғардық. Бұл сізге кем дегенде 5-6 жыл қызмет етеді. Мінекей достар, осылай суғарғалы бері мына жеміс ағаштарымыз түпәлімі жақсы, өнімі де 3-4 есе артты, ызғар мол, суды да экономдайсың. Бәрі жақсы. Осыны істеп, өздеріңіз бау-бақшаларыңызға осыны істесеңіз жақсы болады достар. Осылай міне. Бұл суды да экономдайды, уақытыңды да экономдайды. Бір точкадан ашасыз крайникті, сосын айланып бақшаңызды қарап жүре бересіз. Толып далаға кетеді, ысырап болады деген проблема бұда болмайды. Достар, көріңіздер. Мына жер сіздерге көрініп тұрған шығар, айта кетейін. Мынау міне бұрын күзде жемісін көтере алмай мына жерден сынып кеткен. Оны ар жағынан ағаш тіреп, осылай орап, қайтадан жақсылап таңғаннан кейін ол қайтадан ұстап кетіп, өсіп кетті, көріп тұрғаныңыздай. Осылай достар. Бір точкадан пластик труба келеді, мінекей. Оны мына талды енді егетін адамдарға айтарым, талды бір сызыққа түзулеп егуіңіз керек. Осындай пластиктен капельный полив тартатын болсаңыз, бір сызыққа түзулеп еккеніңіз дұрыс болады. Пластик труба тартқанда жақсы болады өзіңізге. Міне, мына жерден труба келіп тұр, ар жақта центральный бар. Былай қарай міне жүзінде кетіп тұрыпты. Тек мына крайникті ашамын, өзі тамшылап тұра береді. Центральныйды аштық. Мінекей достар. Мінекей. Жүзімге су ағып тұр. 1, 2, 3, 5, 6. Сосын мына жақта енді екі қатар шабдалы өрік ағаштар өсіп тұр. Оларға мінекей бір ряд тарттық. Соның центральный бір ряд тарттық. Содан былай қарай, көріп тұрғаныңыздай, бір ряд трубаны былай қарай тарттық. Оған міне крайникті су ағып тұр, мінекей. Толып керек емес кезінде мына крайникті жауа қоясыз, басқа жағына аға береді. Істеу өте оңай, бәріңіздің қолыңыздан келеді. Мынау екінші ряд центральныйдан. Міне осылай су ағып тұрады, су астына жақсы сіңеді, әрі су эконом болады. Достар, осыны істеңіздер. Судың напоры жақсы болса, бәріне бір ашасыз да, 1-2 сағаттан кейін хабар алсаңыз болады. Су өзі жайлап астына барып ағып тұра береді. Мінекей достар, осылай өте керемет. Істеп көрсеңіз болады өздеріңіздің бақшаңызға. Бұлай центральный келген, ол тіке өтіп кеткен. Осы центральныйдың бойынан бұлай қарай мына бір ряд қалғанбыз. Одан бұлай бір ряд алып, осылай 2 ряд тартқанбыз. Әр рядтың бойына крайник қойып кетсеңіз, сол рядқа су керек, сол қатарға су керек емес десеңіз, тек басынан мінекей мынандай жерінен жаба қоясыңыз. Достар,
басқа жағына ағып тұра береді. Мынау өте жақсы. Әрі өзіңізге, уақытыңызға, суға да эконом болады. Әрі мына талдардың 3-4 жылдан бері осылай суғарып келемін. Талдардың өнімділігі де артты. Бәрі керемет. Бау-бақшаларыңызға осылай жасаңыздар, достар. Жомарт бау-бақша каналына жазылыңыздар, тіркеліңіздер, қолдау білдіріп отырыңыздар, ағайындар. Келесі видеоларымызда кездескенше аман сау болыңыздар.